Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ұлттық құндылықтар ойынын көрсететін боламын. Жалпы менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ойын ұнаса видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Жалпы ойынды бастаймыз. Бастау деген батырма арқылы бастаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші топ, 4 топ қатысады бұл ойынға. Жалпы ойын ұлттық құндылықтарға байланысты. Ұлттық тағамдар, ұлттық киімдер, ұлттық ойындар және ұлттық аспаптар. Әр категорияда өзінің сұрақтары бар. Яғни мысалы ұлттық тағамдарда ұлттық тағамдар бойынша сұрақтар. Киімдерде киімдер бойынша сұрақ және ойындар сондай орналасқан. Енді мысалы бірінші топ ұлттық киімдерден 10 балдықтан біреуін таңдайды мысалы. Енді өздерінің қалауы бойынша таңдайтын болса осылай ашылады. Одан кейін мына жерде уақыт бар. Уақытты ашатын болсақ осындай уақыт қосылады. Бұл жерде 15 секунд қолданасыздар, қолданбайсыздар өздеріңіз білесіздер. Өйткені бұл маңызды емес. Жауабын сразу айтатын болса осылай тексереміз. Келесі деген батырма арқылы айтып қайтқан кезде мынау бізде қызыл түсті болып өзгереді. Бірінші топ мысалы дұрыс жауап беретін болса 10 балл беріледі. Одан кейін екінші топ мысалы 30 баллықтан таңдайды. Ұлттық ойындар. Бұл жерде видеоны қосу үшін мынаған бір рет басамыз. Осы жерде видео қосылады. Бұл енді бізде түсінікті, бұл көкпар ойыны. Келесі батырмасына басамыз. 30 балл. Екінші топқа 30 балл беріледі. Егер қате жауап беретін болса, онда балл берілмейді деген сияқты. Енді мына жерде 40 балл ұлттық тағамдардан ашып көрейік. Бұл бізде өте оңай, көзге бауырсақ. Үшінші топқа 40 балл беріледі. Енді мысалы, төртінші топ балл алмайды деген сияқты. Одан кейін бірінші топқа тағы 20 балл деген сияқты. Осылай кете береді. Осы арқылы мысалы оқушыларды 4 топты жарыстыруға болады. Яғни бұл жерде сұрақтар өзі дайын. Осы ұлттық құндылыққа байланысты сұрақтарымен бар. Енді ұлттық аспаптардың несін ашып көрсетейін. Бұл жерде де қосу үшін мынаған бір рет басамыз. Тура жаңағыдай. Осыған басқан кезде осылай қосылады. Мынау бізде қандай ненің дыбысы. Оқушы жауап береді, одан кейін тексеру деген батырмаға басамыз. Бұл жерде бұл қылқобыз. Келесі. Енді біз қайсыны таңдадық бұл жерде? 10 баллды таңдаған екенбіз ұлттық аспаптардан. 10 балл мысалы 4-ші топқа беріледі деген сияқты. Мынаның барлығы сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін жеңімпаз анықталады. Сосын аяқтау деген батырма арқылы біз ойынды аяқтаймыз. Енді жалпы мына жердегі бірінші бетіндегі ұлттық құндылықтар деген тақырыпты өздеріңіз жазып қойсаңыздар болады. Одан кейін мына жерде 4 топқа емес, 3 топқа, 2 топқа да қолдануға болады. Өйткені мынаны мен алдыңғы нелерде көрсеткенімде мынаны былай копировать етеміз, былай белгілейміз. Врезать етіп алып тастаймыз, иә. Міне, өшті. Мысалы, үшті де тура солай алып тастасаңыздар болады. Мен қазір алып тастамаймын. Тек қана сіздерге қалай алынатынын көрсетейін. Одан кейін мына жерде сұрақтар санында азайтуға болады. Тура жаңағыдай алып тастаймыз, болмаса осы жерге қосамыз. Қосқаннан кейін мынақа қосылады. Енді ойынны алғаннан кейін бұл жерде сұрақтарын жазу өте оңай. Мына жерге сұрақтарын жазасыздар, мына жерге жауабын жазасыз, болды. Қалғанын өзгертпейміз. Енді видео мен жаңа анимацияның несін, оларды анимацияның ішінде қалай қойылатынын алдыңғы видеоларымда көрсетіп өткенмін. Бұл қиын емес, өте түсінікті. Енді бұл ойынды біз ұлттық құндылыққа емес, басқа пәндерге де мысалы қолдануға болады. Мысалы, мына жерге категорияларды өзіңіз қоясыздар. Мына жерге математика, физика, химия деген сияқты пәндерді қойып ойнатсаңыздар да болады. Яғни мына жерде ұлттық құндылықтар деген жерге математика деп жазылады, болмаса физика. И сол физиканың сұрағы, сосын мына жерге жауабы деген сияқты. Яғни бұл ойында мысалы тек қана бір пән емес, барлық пәнге келетін ойын түрі. Жалпы негізі осы жерде 20 сұрақтан 20 сұрақ, общий 20 сұрақтан ұлттық құндылыққа байланысты барлығы дайын құрастырылған. Осы ойын ұнаса алыңыздар, сабақтарыңызда қолданыңыздар. Назарларыңызға рахмет.